ұстаздар, білім беру жүйесінде пәнді игеруде ғана емес, оқушылардың пәнаралық байланыс арқылы оқуға құштарлығын арттырып, әдіс тәсілдерді, ұлттық құндылықтарды байланыстыра отырып, нәтижелі еңбек ету. Сабақтың тақырыбы адам организміндегі химиялық элементтер. Біз бұл сабақта қазақ жазушысы Талап Сұлтанбековтың Лұқман Хакім атты фантастикалық шығармасымен пәнаралық байланыс жасаймыз. Сәлеметсіздер ме балалар, орындарымызға отырып жайғасамыз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Біздің құнды ұлттық аспабымыз домбыра. Домбыраның әсем үнімен, күмбірлеген сазымен бүгінгі сабағымызды бастау арқау болып отыр. Енді осы домбыраның үні әр қазақтың жүрегін тебірентпей қоймайды. Солай ма балалар? Олай болса, осылай өнерімен талай таңдандырып жүрген шыңғыс сыныптастарыңызға өнерін өрге жүрсін деп алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі үй тапсырмасын пысықтау мақсатында балалар, біз сіздермен қазақтың ұлттық ойыны асық ойынын ойнайтын боламыз. Қазір осы асықты иіру арқылы сұрақтарға жауап береміз. Солай ма? Амина, бастай ғой, асықты иіре ғой. Сізге бүк түсті, яғни бүк сұрағы темірсіз халық тұзсыз тағаммен теңдейді. Осы мақал мәтелде темірдің валенттілігі нешеге тең? Темірдің валенттілігі 2 мен 3-ке тең. Дұрыс айтасың. Амина, отыра ғой. Келесі бізде Нұрислам. Шире ғой асыңды. Сізге алшы беті түсті. Енді мысықтың көмегімен ашылған қандай элемент бізде? Карабинзот йод элементі. Дұрыс айтасың, жарайсың. Нұрислам үй тапсырмасын керемет орындап келіпті. Шірт бөлігі түсті. Бромның физикалық қасиеттері қандай? Бром галлий тобында және қызыл қоңыр агрегаттық күйінде. Жарайсың, дұрыс айтасың. Отыра ғой. Балалар, біз бүгінгі сабағымызда ұлттық құндылықтармен киіз үй арқылы топқа бөлінейік. Яғни бізде тақтада шаңырақ белгісі берілген және уықтары таралған. Қазір сіздер осы жерден бір-бірден келіп, уықтарды аласыздар. Уықтарда топ номерлер жазылған. Солай 2 топқа бөлінетін боламыз. Жарай ма? Келе ғой. Нұрислам, ала ғой, бастап. Бірінші топта макроэлементтер деген топ болады. Атауларыңыз. Екінші топ бізде микроэлементтер. Балалар, біз бүгінгі сабағымызды көркем әдебиетпен байланыстырамыз. Яғни қазақ жазушысы Талап Сұлтанбековтың фантастикалық жанрда жазған Лұқман Хакім деген шығармасы бар. Сол Лұқман Хакім шығармасын біз бүгін химия сабағында адам организміндегі химиялық элементтермен байланыстыратын боламыз. Жалпы Лұқман Хакім шығармасын бойынша Лұқман Хакім жайлы қысқаша мағлұмат алу үшін тақтадағы видеороликке қарайық. Мына жерде балалар, не байқап тұрмыз суретте? Химиялық элементтердің, химиялық элементтер берген. Мынау бізде адам, яғни адамның организмде химиялық элементтердің таралуын біз көріп тұрмыз, Мына жерде мысалға пайыздармен қай элемент қандай пайызда, қандай мөлшерде кездесетінін бізге жазып қойған. Мысалға, магнийді қарастырайықшы. Бізде магний қанша пайыз кездеседі екен? Дұрыс айтады. Және қанша мөлшерде? 3%, Келесі. Ане, рахмет, жарайсың. Енді келесі бізде макро және микро элементтер. Біз жаңа биоорганикалық элементтерді осылай 2 топқа бөлдік қой. Мына жерде макро элементтерге бізге қандай элементтер жатады екен? Оқиықшы, Нұрдәулет, қандай элементтер жатады екен? Фтор, калий, кальций, натрий, күкірт, магний, хлор. Жарайсың, Нұрдәулет, отыра ғой. Енді бізде микро элементтерді маған тоғжан атап бере қойшы, қандай элементтер жатады екен? Кобальт, никель, кадмий, мышьяк. Дұрыс айтасың, тоғжан, отыра ғой. Химияның негізгі ұғымдары бізде атом мен молекула екені белгілі. Ал атом деп отқанымыз не, балалар? Мейіржан? Бөлінбейтін ұсақ бөлшектер. Дұрыс айтасың, атом деп отқанымыз бөлінбейтін ұсақ бөлшек. Отыра ғой. Енді бізде Лұқман Хакім шығармасында атомды, молекуланы, зат алмасуды өзінің тілінде басқаша айтады. Яғни зат алмасу мақпырласу деп айтады. Өзінің шығармасында мақпырласуды, зат алмасу, яғни ол адам организмінде жүретін процесс,
және осы процесс барысында адам қартайған сайын бұл процесс азаяды. Соның әсерінен сүйектің де беріктілік, мықтылық қасиеттері азаяды, солай ма? Ал бізде сүйектің беріктілік, мықтылық қасиеттерін қандай элементтер атырады бізде? Кальций, дұрыс айтасың Нұрмұхамед, кальций, фосфор, сосын стронций элементтері сүйектің беріктілік, мықтылық қасиеттерін арттырады екен. Лұқман Хакім фантастикалық шығарманың мазмұнында темір элементі туралы айтылады, яғни темір бұл ыдыс, бұл шығармада ыдыс туралы айтса, ал біз бүгінгі химиялық сабағымызда темір адам ағзасында ең басты рөл ойнайтын гемоглобин тасымалдаушы элемент болып келеді, және бізде темір адам ағзасына сарыуыз, дәнді дақылдар, жаңғақ, мүйіздер арқылы аламыз, Және балалар, біз қазір адам ағзасында химиялық элементтерін қандай күйде кездесіп, қандай жағдайда біз оны қай азық-түліктен ала алатынымызды түсіндік пе? Қорытып айта алдық па? Керемет, жарайсыңдар. Олай болса, келесі біз жұмысымызға көшеміз. Лұқман Хакім деген өте ақылды адам болған, және де оның ең басты қасиеті шөптерден дәрілік заттар дайындаған. Яғни дәрілік заттар, яғни құрамына оның химиялық элементтер кіреді, дұрыс па? Сол арқылы адамдарды емдеп жазған. Жалпы соның мақсатында ол жер астында 2 ғасырдай өмір сүрген. Және де осы шығармада кейіпкер Боппоз бен Қайрақ деген 2 кейіпкер бар. Екеуі жақын дос болады бала күнінен. Боппоз деген қалада жұмыс жасайды, хатшылықта, ал Қайрақ деген ауылда тұрады. Қайрақ деген досы сол Боппозға хат жазады. Хатта кейбір жерлер көрініп, ақ Боппоз қалайсың? Сәлеммен осындай деп жазған жерлері бар. Бірақ ортадағы кейбір жолақтар көрінбейді. Қазір біз сол парақты оқу үшін пайдаланған химиялық элементтерді өзіміздің сабағымызда тәжірибеге қарай отырып, жасай отырып, қазір бірге көретін боламыз. Не істеу керек, қалай жасау керек, және мына жерде бізде тәжірибе көрсетілген. Оқыңдар. Енді зертханалық жұмысқа дайын болсақ, тақтаға біреуіміз шығып, мына зертханалық жұмыс жасайық. Кім шығады сіздерді макроэлементтерден? Нұрислам, келе ғой. Келесі екінші топтан. Қайсыңыз шығасыздар? Нұрдәулет, келе ғой. Зертханалық жұмыста өз көзімізден көрдік, балалар, Енді осы зертханалық жұмыста қандай реакция жүрді, және оның себебін түсіндіре аласыз ба? Бұл зертханалық жұмыста құрамында крахмал бар, және крахмал мен иод ерітіндісін араластырғанда көк түс пайда болды. Яғни бұл иодқа сапалық реакция деп аталады. Сізде шықты ма жазу? Шықты. Жарайсыңдар, керемет, енді отыра қойыңыздар. Жебе арқылы бағалаймыз. Бізде бірінші топта Нұрислам жақсы түсіндірді, жақсы жасады. Макро элементтер тобына мен 3 балл, яғни 3 жебе беремін. Білім қоржындарыңыз жебемен тола берсін. Келесі бізде екінші топ микро элементтерге, яғни олар жақсы түсіндірді, жақсы жасады, бірақ шапшаңдық, яғни жылдамдық аз болды. Сол себепті мен сіздерге 2 балл беремін. Сіздерге қазір мен таблеткалар таратам. Таблеткаларда химиялық элемент атаулар берілген. Сол элемент атаулары микроэлементке жатама, макроэлементке жатама, соны талдап, апарып, жапсырамыз. Түсінікті ма? Енді сіздерге жұп-жұбымен таратайын. Балалар, енді осы жұмыс бойынша бағалап жерсек, енді макроэлементтерде 2 топта барлығы жақсы атсалысып, жақсы дұрыс тауып, макро-микро элементтерді орналастырды. Сол себепті мен білім қоржындарыңызға 5 жебе саламын, яғни білім қоржындарыңыз көбейе берсін. Екінші топқа 5 балл.
келесі жеке жұмыс орындаймыз. Жеке жұмыста бізде химиялық элементтер адам ағзасының қай мүшелерінде кездеседі, соны табуымыз керек. Бізде мүшелер атымен аталып қойған: бүйрек, көз, сүйек, қалқанша бет және ұйқы бездері. Яғни осыда қандай элементтер кездеседі, соны жазуымыз керек. Қазір әрқайсымызға жеке парақтар таратылатын болады. Бұл жеке жұмыс ретінде. Енді балалар, жеке жұмысты болсақ, жауап берейік. Мен дайынмын дейді Аязан. Ұйқы безінде мырыш кездеседі. Бүйректе молибден, йод қалқанша безде жинақталған. Стронций сүйекте, барий көздің қабығында. Мырыш ұйқы безінде кездеседі. Бүйректе молиб кездеседі, сүйекте стронций. Балалар, біз бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, көркем әдеби шығармалармен, яғни қазақ жазушысы, оның ішінде Талап Сұлтанбековтың фантастикалық жанрдағы Лұқман Хакім шығармасымен бүгінгі химия сабағындағы тақырыбымыз адам организміндегі химиялық элементтер тақырыбын байланыстыра алдық па? Байланыс болды ма? Қай элемент қандай адам ағзасында кездесетінін анықтадық па? Және де ол элементтер қандай пайызда, қандай мөлшерде, қандай азық-түліктен алатынымызды білдік пе? Олай болса, біз бүгінгі сабағымыз бойынша топтарды бағалайтын болсақ, бізде бірінші макроэлементтер тобы бойынша жалпы 12 балл жинаған, яғни 12 білім қоржындарыңызға жебе қадалған. Келесі бізде микроэлементтерге 9 балл. Яғни микроэлементтер сәл бәсеңсіп, жылдамдық аз болды. Микроэлементтер сіздер кішкене өте жай қозғалып қалдыңыздар. Енді макроэлементтер әр қашанда үлкен сумманы көрсетеді. Сондықтан макроэлементтер бүгінгі сабақта жеңіске жетті. Құттықтаймын.